кәсіп еткен адамға Алла тағала міндетті түрде береді дейді. Жоқ, міндетті түрде бермейді. Онда неге мысалы үйленгеннің барлығына Алла тағала бірдей перзент бермейді? Енді ол да әрекетін жасап жатыр ғой, дұрыс па? Ай қарап жатқан жоқ та, әрекетін жасап жатыр ғой. Бірақ неге Алла тағала бәріне бірдей перзент беріп жатқан жоқ? Ол да рызық. Қалағанын Алла тағала қыз береді. Қалағанын Алла тағала ұл береді. Алла тағала қалағанын ұрпақсыз етеді. Алланың қалауындағы нәрсе. Неге онда бағанағы Алла тағала әділ, әрекет еттің, бұл міндетті түрде бағанағы оның нәтижесі болу керек деп айтпаймыз, жоқ? Алла тағала айтып жатыр, кім бұл дүниені қаласа, біз қалағанымызға қалаған мөлшерде береміз дейді. Яғни дүниені қалағанның барлығына береміз деп жатқан жоқ. Ал енді ақиретке қатысты айтады, Аллаға иман келтіріп, кім ақиретке әрекет етсе, біз оның әрекет еткенін міндетті түрде береміз дейді. Демек сен Алланың разылығын ниет етіп, Алла тағала бұйырғандай барлығын орындадың ба, онда оның міндетті түрде Алла тағала оны қабыл етеді. Және саған сол ақиреттік Алла тағала өзі уәде еткен нәрселерді береді. Бұл дүниенің мәселесінде ондай емес. Бұл дүниеде сен әрекет етесің, Алла қаласа береді, қаламаса бермейді. Және оның Алла тағаланың ешқандай әділдігіне қатысы жоқ. Өйткені Алла тағала жалпы бұл дүниенің барлығы Алланыкі, қалаған қолына қалаған нәрсесін береді. Сен маған беруге міндеттісің деп кім Алла тағалаға бір нәрсені міндеттей алады? Ешкім еш нәрсені міндеттей алмайды. Сол үшін де бұл жердегі амалдар ниетке байланысты, себебі кейбіреулер осыны әлгі бағанағы аффирмация, визуализация деген нәрсеге қолданып жүргенде, қазір өкінішке қарай көбейіп кетті ғой сондай бағанағы инфо-цыгандар дейді ма, мен тілінде. Ойбай, баюды үйретемін мен саған, сен баю үшін бірінші сен мышлениең бай болу керек. Ана кедей мышлениеден шық. Ана бір орысша біреулер мышление нищеброда деп. Иә, сөйтіп сен нищеброд болма, ойыңды байыт, ниет ет, Алла тағала адамға ниет еткен берем деді деп осы хадисті дәлел ретінде келтіреді. Бұл хадис оған ешқандай дәлел болмайды. Бұл ақиреттік амалдарға қатысты.